Сәлем! Бүгінгі көңіл күйлеріміз қалай? Керемет көңіл күйді бұлай көтеруіміз керек деді. Көңіл күйді көтереміз осылай. Көңіл күй ең биік дәрежеге жеткен кезде біз жаңа ақпарат қабылдауға, жаңа сабақтарды үйренуге дайын боламыз. Енді бүгін біздің 8-ші сабағымызға да таяп жеттік. Соңғы сабағымыз. Енді ертең алда КТЛ, НИШ емтихандар болады. Солар оқушыларыма, барлық оқушыларға сәттілік тілеймін. Осы алған білімдерін сол емтиханда асықпай, саспай, бүкіл фокустарын бір жерде ұстап, назарларын бір жерде ұстап, жақсылап тапсырып шығуларына тілектеспін. Енді бүгінгі, сол үшін де бүгінгі сабаққа, арнайы осы 8-ші сабаққа керемет бір тәсілді нестеп отырмын, соны үйретейін деп отырмын, көрсетейін деп отырмын. Енді егер де мысалы жылдам оқуға қатысты бір шетелден бір адамды көрсететін болсам, ой, апай, ол басқа шетелдің адамы, біз қазақпыз ғой деген сияқты сылтаулар айтуымыз мүмкін. Ондай сылтаулар болмау үшін қазақстандық жерлесіміз Адина деген сіңіліміз туралы бір видео қысқа көріп жүргенде, одан чемпион атанған. Ал бір тамашалайық. Привет, Адина. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, с какой скоростью ты читаешь? В 2016 году я поставила рекорд 94 тысячи слов с пониманием 90%. Всего у нашей героини будет 1 минута на 18 страниц текста. Готово? Да. Приготовились? Пожалуйста. Посмотри, Жень. Я читаю, не отвлекай меня, Оль. Она уже 15 страниц пролистнула. Что это такое? Готово. Минуточку. Бүгінгі біздің тақырыбымыз штурм тәсілі. Штурм дегеніміз не? Штурмовой ветер, штурм деп айтады, бір алапат күш алып бара жатқан қатты бір жылдамдық, дегенде дәл сол тәсіл бұл жылдам оқуда да бар. Штурм тәсілі дейді. Енді дәл осы жерде осы штурм тәсілін жақсылап түсіну үшін бір Эдди Орел деген керемет бір фильмді көруге кеңес берерін. Себебі бұл жерде бір жағынан сол штурм тәсілін түсінуге болады, бір жағынан қойған мақсатыңа жету жолында қалай жетуге болатынын көруге болады. Бір кішкентай баланың олимпиада, жай ғана чемпион емес, олимпиада чемпионы болуда басынан өткен қиыншылық. Енді айтулар мүмкін, апай, олимпиада чемпионына штурм тәсілінің енді не қатысы бар деп. Бұл жерде өте орынды. Бұл жерде ол бала олимпиада чемпионы болам деп, ақыр соңында шаңғы мен трамплиннен секіретін. Шаңғының жай таудан жүретін несі емес, прям трамплиннен секіретін несін таңдап алады. Ол жерде бірінші 15 метрлік, одан кейін 40 метрлік, одан кейін 60, 70, 90 деген сияқты көтеріле береді. Ең биікке шыққан сайын, қатты трамплиннен былай секірген төменге қарай сырғыған кездегі баланың несін көрсең. Яғни штурм деген кезде сол нәрсені сезінуге болады. Қатты бір жылдамдық. Ол кезде біздің миымыз ол жылдамдықты, ол темпті қабылдап үлгіре алмайды. Неден секіріп көрмегендер вообще қабылдай алмайды да. Зато біздің секіре біздің денеміз қабылдап алады екен. Дененің де есте сақтау қабілеті бар екен. Сол штурм әдісін түсіну үшін осы нәрсені жасауымыз керек. Енді бұл мәтінді қолымызға аламыз, әр бетін 35 секунд қана қараймыз. 35 секунд өтті ма, келесі бет. 35 секунд өтті ма, келесі бет. Жаңағы штурм сияқты, сондай жылдамдықпен,
сол ритмді, сол жылдамдықты миымызға қабылдатамыз. Басында ми түсінбейді, не болып кетті дейді, мысалы жаңағындай. Представьте, жоғары жақтан жылдамдықпен қатты төменге қарай ұшқан кезде ми оны қабылдай алмайды, қорқыныш пайда болады. Сол сияқты кітапты да бірінші солай парақтаймыз. Әр бетке 35 секундтан. Бірақ бір бетте кемінде бір нәрсе іліп алуға тырысуымыз керек. Басында 10% нәрсе түсініп қалуымыз мүмкін, бір беттен. Екіншісінде, одан кейін үйрене келе 20%, 50%, 100% солай түсіну проценті көбейе береді. Дәл осы әдісті, мысалы, жаңағы Адина деген жерлесіміз де қолданып отыр. Көрдіңіздер, ол қалай кітапты парақтайтынын қараған сайын, ол да кемінде 3-4 жыл осымен айналысып келе жатыр. Сөйтіп барып ол нәтижеге жетті. Енді мен бұл жерде сіздерге айтып отырғаным бір қысқа ғана несі, шпаргалка десем де болады. Осы емтиханда пайдалансын, маңызды деген жерлерінен алып шпаргалка ретінде осы 8 сабақ, 8 видеоны түсіріп отырмын. Егер де арғарай өзім жылдан оқуға қатысамын, арғарай өзіме керек, осы немен машықпен айналысқым келеді дейтін болсаңыздар, маған жекеме хабарласыңыздар. Сол кезде толық курс туралы айтатын боламын, оның барлығын жақсылап түсіндіремін. Жақсы олай болса, ертеңгі емтиханда сәттілік тілеймін. Сау болыңдар.